Номері 107 орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Бақытбекова Сәрсенкүл. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесінің дамуы. Сабағымыздың мақсаты Қазақстандағы білім беру саласына сипаттама беру. Кеңестік мектептерде қандай білім беру жүйесі болды? 1950-1970 жылдары орыс тіліндегі мектептер саны өсіп, қазақ тіліндегі мектептер саны азайды. 1959 жылы Қазақ КСР-інде мектептің өмірмен байланысын арттыру және халыққа білім беру жүйесін дамыту туралы заң қабылданды. 1963 жылы міндетті 8 жылдық жүйеге көшу аяқталды. 1972 жылдан орта білім алу міндетті және тегін болды. 1981-1984 жылдары 11 жылдық білім беру енгізілді. Оқу 6 жастан басталды. 1985-1990 жылдары қоршаған ортамен танысу, өндіріс негіздері, отбасылық өмірдің этикасы мен психологиясы, есептеу техникасы мен информатика негіздері пәндері енгізілді. 1988 жылы алғаш рет КСР бойынша 12 жылдық білім беруге көшу идеясы насихатталды. Ақтөбеде медицина институты ашылды. Өскеменде педагогикалық және құрылыс жол институттары, Семейде медициналық және мал дәрігерлік институттары, Қарағандыда медициналық және тау-кен институттары ашылды. Кеңестік білім беру жүйесінің басты артықшылықтары: әртүрлі пәндерді оқу барысында энциклопедиялық білім жүйеленді. Оқушылардың білім алуға деген ынтасы жоғары болды. Мектептен тыс үйірмелер тегін болды. Мұғалім еңбегіне және жалпы мектепке деген құрмет қалыптасты. Кеңестік білім беру жүйесіндегі кемшіліктер: білімнің тәжірибеден гөрі теорияға бағытталуы, шет тілдерін оқыту деңгейінің төмен болуы, әлем әдебиеттерінің қолжетімсіз болуы, экстернат немесе үйден білім алудың мүмкін болмауы. Қорыта айтқанда, кеңестік білім беру әлемдегі озық жүйенің бірі болды деп айтуға болады. Себебі халық ішіндегі сауатсыздық аз уақыт ішінде жойылып, білім жалпыға қолжетімді болды. Сондай-ақ Кеңес одағында жыл сайын Нобель сыйлығының иегерлері шықты. Оқушылар жаңа сабақты жақсы меңгерді деп ойлаймын. Енді үйге тапсырма берейін. Кеңестік білім беру жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктерін екі бағанда кесте толтыру. Екінші тапсырмалары санды кірістіре отырып мәтін жазып шығу.